Жақсы көңіл тілеймін. Сабағымызды бастамас бұрын бірінші топқа бөлім олайық. Сіздерге алдымызда партаның үстінде пазл тұр. Сол пазлды тез-тез құрастырайық. Тез-тез құрастырайық. Қандай сөйлем шығады екенімізге тез-тез құрастырайық. Жақсы. Келесі Нұржан келе ғой. Кезек Нұржан. Презентация жасау үшін ақпаратты қайдан аламыз? Қайдан аламыз біз? Презентация жасау үшін ең алдымен Пасалы. Сол деп ойлайсың ба? Пасалы. Келесі Каузар келе ғой. Презентацияға суретті қалай кірістіреміз? Жарайды, таза ғой. Келесі соңғы Еркебан келе. Жарайды, таза ғой. Келесі соңғы сұрақ бізде кім шығады? Келе. Жасалған презентацияны қалай сақтаймыз? Қалай сақтаймыз? Оны жақсы меңгердік. Келесі балалар қарай ребус. Шеш қойдық па? Не сөз шықты? Видео сөз. Жарайсыздар. Видео сөз шықты. Тамаша. Видео сөзі. Жалпы енді біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы презентациядағы видео екен балалар. Дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күнді жазып, сабағымыздың тақырыбын жазайық. Компьютердің негізі интернеттен алынған видеоны командасын таңдап, видеомызды презентацияға кірістіреді екенбіз балалар. Біз сурет кірістіріп алдында дыбыс кірістіріп үйренгенбіз, дәл соған ұқсас екен видео кірістірмеді де осы батырмалар арқылы кірістіруге болады екен. Енді балалар, бұл жерде видео кірістіргеннен кейін видеомен жұмыс командасы шығады, оның ішінде видео пішімі деген команданы таңдайды екенбіз. Ол жерде біз түрлі параметрлер шығады екен. Ол жерде кірістірген видеомыздың пішімін өзгертуге болады екен, және өлшемін өзгертуге болады екен. Қазір алдағы уақытта практикалық тапсырмаларда көретін боласыңдар. Жалпы түсінікті ғой, балалар, жылдан астам уақытқа видео аластырамыз. Яғни ол жердегі ондағы миллиардтан асқан видеоларды көріп өту мүмкін емес. Яғни жоғалтып алады, балалар. Жауап беріп отыр.
бала? Ал енді кәне орнымыздан тұрайық, компьютерімізге отырайық. Әркім өзінің компьютеріне отыра алсын. Оқиға мені тыңдаймыз бала. Бірінші қауіпсіздік ережесін еске түсіріп өтейікші. Компьютерді алып отырғаннан кейін қандай қауіпсіздік ережесі бар бізде бала? Жақсы. Еске түсіріп Айдана. Жақсы. дауыстап сөйлеуге болмайды. Жақсы. Айдаға үйде бар. 60 сантиметрден ұзын көруге болмайды. Экранмен адам көзінің қашықтығы 60 сантиметр қашықтық болу қажет. Балалар, кәне PowerPoint слайдымызды ашамыз. Мәтіндерді білеміз, иә? Мәтін кесіп беру керек, тақырыпты жазып жіберейік. Дизайн беруді ұмытпайық балалар. Жақсы деген балы қоямыз Каусарға, Айданаға, барлығына өте жақсы жауап беріп отырсыңдар, белсенді қатысып отырсыңдар. Сол үшін сіздерге бүгінгі сабақта менің атымнан сіздерге кішігірім сыйлығында қабылдаңыздар, иә балалар? Білім почтасына хатымызды жазып, почтамызды ішіне салайық, иә балалар? Сабақтан алған әсерлеріңізде тек байланыс жасай аламыз ғой балалар? Сабақ қандай платформа ұнады, қандай ойын түрі ұнады деген сияқты, соны